Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл дұғаны саидул истихфар, яғни кешірім сөздің төресі деп атаған. Өйткені бұл дұға құлдарының тәубесін қабыл етуші ерекше мейірімді Алладан кешірім сұрағанда айтылатын ең ізгі сөздерді қамтыған. Сонымен қатар сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім мына дұғаны шынайы сеніммен таңертең оқып, сол күні кешке жетпей дүниеден озса, жұмаққа барады. Сондай-ақ кімде-кім шынайы сеніммен кешке оқып, таңға жетпей көз жұмса, ол да жұмақтық болады деген Бұхариден жеткен хадиста. Осы дұғаны аузынан тастамай оқып жүретіндерді де сүйіншілеген болатын. Олай болса, ол дұғаны бірге оқиық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахумма анта ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Қазақша мағынасы: рақымыңнан қуылған шайтаннан сақтай көр деп Алладан пана тілеймін. Аса рақымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Уа Алла тағалам, сен менің Раббымсың, сенен басқа тәңір жоқ. Мені сен жараттың, мен сенің құлыңмын. Қолымнан келгенше өзіңе берген уәдеме берік боламын. Істеген істерімнің кесір-кесапатынан бір өзің сақтай көр. Берген нығметтеріңнің бәріне шүкіршілік етемін. Һәм жасаған күнәларымды толық мойындаймын. Мені кешіре көр. Шынында күнәларды өзіңнен басқа ешкім кешіре алмайды. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыз.